Балалардың күн тәртібі нақты жоспарланған. Таңғы жаттығудан кейін оқушылар дәмді әрі құнарлы таңғы ас ішеді. Бұдан соң түрлі қызықты үйірмелерге қатысып, өз қабілеттерін дамытады. Балалар сурет салып, шахмат ойнап, қолөнермен айналысады. Сонымен қатар спорттық жарыстар мен интеллектуалдық ойындар да жоспарланған. Мне 9 лет, я перехожу. Мен 9 жастамын. 3-ші сыныптан 4-ші сыныпқа көштім. Жазғы лагерге келдім. Маған мұнда сурет салғанымыз, кинотеатрға, мұражайларға барғанымыз ұнайды. Өткен жылы да осындай істермен айналыстық, сурет салдық, әр жерге бардық. Келесі жылы да жазғы лагерге барғым келеді. Мен сурет салуды көңіл көтеріп, мұражайға барғанды ұнатамын. Тағы да басқа көп істермен айналысып жатырмыз. Маған әсіресе мұражайға бару ұнады. Онда өте әдемі, әртүрлі экспонаттарды көрдім. Олар мені өте қатты қызықтырды. Жазғы лагер оқушылар үшін нағыз қуаныш пен сергектік ортасы. Мұндай игі бастамалар балалардың жазғы уақытын тиімді өткізуге бағытталған. Каждый день ребята приходят. Балалар күн сайын таңғы сағат 9:00-де мектепке келеді. Жаттығу 15 минуттан әр топқа бөлек тәрбиешілермен бірге өтеді. Одан кейін балалар таңғы ас ішіп іс-шараларға қатысады. Күн сайын түрлі үйірмелер жоспарланған. Мемлекеттік тілді үйрену үйірмесі, ағылшын тілі үйірмесі, арт-студия. Арт-студияда балалар ерекше тәсілдермен сурет салады, клексография жасайды. Бұл әдеттегі сабақтарда жасалмайтын ерекше шығармашылық жұмыстар. Сонымен қатар балалар өлкетану мұражайына барады. Қуыршақ театрына 2 рет бару жоспарланған. Бізге Қарағандыдан Қуыршақ театры келеді. Ал ертең сағат 12-де музыкалық театр өз бағдарламасымен қонаққа келеді. Біз оларды жыл сайын шақырамыз. Балалар өте риза болады. Қазіргі таңда жазғы демалыс лагеріне 96 бала қатысуда. Айта кетейік, мектеп алды лагерь 2-ші маусымнан 13-ші маусымға дейін, яғни 2 апта жұмыс істейді. Ақнұр Қайырбек, Медет Қуанышбеков, Первый Северный телеарнасы.